Саламатсыздар ма, құрметті 3-ші курс студенттері? Модуль КМ06 техникалық эксплуатациялау қағидалары және пойыз қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуді орындау. Бүгінгі пәніміздің аты техникалық эксплуатациялау және қозғалыс қауіпсіздігі. Сіздермен бірге 1-ші санатта арнайы пән оқытушысы Баратова Мөлдір Жұмақұлқызы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы диспетчерлік орталықпен жабдықталған телімдерді пойыз қозғалысына басшылық жасау. Бүгінгі сабағымызды жоспар бойынша өту үшін диспетчерлік орталық, диспетчердің міндеті, пойыз қозғалысына басшылық жасау жоспарлары бойынша сабағымызды бастаймыз. Диспетчерлік орталықтандырумен жабдықталған учаскелерде пойыздар қозғалысы кезінде сигнал беру мен байланыстың негізгі құралдары автобұғаттау, сигнал беру мен байланыстың дербес құралы ретінде қолданылатын АЛС немесе пойыздың толық құрамда келуін автоматты бақылауы бар жартылай автоматты бұғаттау болып табылады. Диспетчерлік басқарудағы теміржол станцияларының барлық станциялық бағдаршамдары мен бағыттамаларын басқаруды тікелей ДНС жүзеге асырады, яғни диспетчер деген сөз. Бағыттамалардың жағдайы, бағдаршамдардың ашық немесе жабық күйі, бас және қабылдау жөнелту жолдары, темір жол станцияларының оқшауланған учаскелерінің, блок учаскелердің немесе аралықтардың бос болуы немесе бос болмауы басқару аппаратында бақыланады, яғни диспетчерлер бақылап көріп отырады. Диспетчерлік басқарудың темір жол станцияларының кіру, маршруттық және шығу бағдаршамдарын темір жол станциялары бойынша пойыздардың тоқтаусыз өтуін қамтамасыз ету үшін автоматты әрекетке ауыстырылады. Пойыздардың қозғалысына және маневрлік жұмыстарға қатысты барлық өкімдерді радио байланыс немесе телефон арқылы диспетчерлер тікелей пойыздың машинисінен немесе бөлек пунктте пойыздарды қабылдау және жөнелту немесе маневрлер жүргізу жөніндегі операциялардың барлығын қызметкерге береді. Диспетчерлік орталықтандыру жүйелеріндегі негізгі сигналдар 3-ке бөлінеді. ТБ теле басқару сигналы, ТС телесигнализация сигналы, ЦС циклдік синхронизация сигналы бөлінеді. Диспетчерлік орталықтандыру негізінде жүйелерінің компоненттері пульт манипулятор, шығару таблосы, поездографтар, байланыс панелі болып бөлінеді. Енді бұл жерде бізде суретте көріп тұрғандарыңыздай пульт манипулятор. Диспетчер темір жол станциясын таңдау, маршруттарды белгілеу, сигналдарды ашу немесе жабу, бағыттамаларды жергілікті басқаруға беру, қызметкерлерді телефонға шақыру және басқа басқару бұйрықтарын жіберу бойынша барлық қажетті әрекеттерді орындайды. Манипулятормен бір уақытта тек бір темір жол станциясы ғана басқарылады. Яғни станция кезекшісі жолдарды бақылап, пойыздарды қабылдап, жөнелтіп отырады. Шығару таблосы дегеніміз не? Ол бізде жарық схемасы. Маршруттарды дайындауды көзбен бақылап отырады, станцияларда сигналдарды ашады және пойызда аралықтар мен станциялар бойынша жылжыту үшін қызмет етеді. Манипулятордағы командалар жиынтығы кодтаушы құрылғының таратушы аппаратураның көмегімен өңделеді және екі сымды желілік тізбекке жіберіледі. Басқару сигналдары әрбір аралық станцияда қабылданады және одан әрі бағыттамалар мен сигналдардың релелік орталықтандыру аппаратурасына түседі. Яғни барлық мәліметтер біздің осы манипулятордағы, яғни таблодағы жарықтарға белгіленген солардың барлығына түсіп келеді мәлімет ретінде. Қазіргі уақытта дербес ЭМ негізгі құрылғысы болып табылатын жаңа микропроцессорлық схемаларда ДО жүйелерін жобалайды және шығарады. Жаңа типтегі ДО ол бізде сетун және диалог болып саналады. ДО деп отырғанымыз диспетчерлік орталықтандыру.
ЭМ дегенimiz электронды есептегіш машина. Осы нұсқаулықтардың барлығын көзделген қажетті жағдайларда ДНЦ тіркелетін бұйрықпен темір жол станцияларын резервтік басқаруға береді. Одан кейін поездарды қабылдау және жөнелту, маневрлік жұмыстарды, сондай-ақ сигналдарды ашу және жабу, осы операциялардың барлығын жүктелген темір жол станцияларының қызметкерлерімен жүргізіледі. Темір жол станциясын резервтік басқаруға бергенге дейін ДНЦ бұл жұмыскерді іргелес аралықтарға поездар туралы хабардар етуге міндетті. Егер темір жол станциясын ДНЦ-ның резервтік басқаруына бергенге дейін станциялық темір жолдардағы кернеуді түсіре отырып, түйіспе желісіндегі жұмыс жүргізуге рұқсат етілсе, ол бұл туралы кезекшілікке кіріскен қызметкерге диспетчерлік бұйрықпен хабарлауға міндетті. Егер жергілікті басқаруға беру өзінің сипаты бойынша тексеру журналына алдын ала жазуды талап етпейтін соп құрылғыларын жөндеу қажеттілігінен туындаса, онда жергілікті басқаруға берілген бағыттамаларды олардың жұмысының дұрыстығын тексеру үшін ауыстыруға соп құрылғысына қызмет көрсететін қызметкерге рұқсат етіледі. Бүгінгі сабақты бекіту үшін мынандай сұрақтарға жауап беріңіздер. ДО-ға, яғни диспетчерлік орталықтандыруға қойылатын талаптар қандай? ДО-дың мүмкіншіліктері қандай? Диспетчерлік орталықтандыру дегеніміз не? Станция диспетчерінің негізгі жұмысы қандай? Диспетчерлік бақылау құрылғысы не үшін қажет? Диспетчерлік орталықтандыру жүйесіндегі негізгі сигналдарды атаңыз. Пульт мен манипулятор қандай жұмыс атқарады? Заманауи диспетчерлік орталықтандыру жүйелерін атаңыз. Осы сұрақтарға жауап беріп, мүмкіндіктеріңізше Smart Nation платформасына жіберіңіздер. Қорытындылай келе, бүгінгі сабағымызды диспетчерлік орталықтандыру жүйесін енгізу нәтижесінде біз қандай нәтиже көреміз? Жұмысшыларды санын қысқартуға, темір жол көлігінің пайдалану шығындарын төмендетуге және темір жол желісінің өткізу қабілеттілігін artıруға қол жеткізіледі. Үй тапсырмасына, құрметті студенттер, диспетчерлік орталықтандыру жүйелеріне сипаттама беріңіздер. Жүйелердің даму сатылары. Үшінші тапсырма, пойыз қозғалысына басшылық жасау талаптарын атаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі сабағымыз осымен бітті.